Ассаламағалейкум, ардақты ағайын. Өздеріңіз білетіндей, осы жақын арадан бері әлеуметтік желілерде біраз толқулар болды. Яғни бұл толқудың негізгі, қалай айтсам болады, бұл енді ақпарат министрлігінен жаз айларында, шілде айларында бұлар тендерге ойнатқан. Яғни балаларға және үлкендерге арналған кітаптардың барлығын қазақша нұсқада аударып, оны аудио форматта қазақ оқырмандарына тарату болған. Енді бұл жерде қандай мүмкіншіліктермен таратқандарын білмеймін, қандай бағытта болғанын. Бірақ ең бастысы, бұны тендерді ұтып алған Атекстрой, енді яғни жоғарғы бағадан төменгі бағаны бергеннен кейін бұл Атекстрой алған. Енді ол Атекстройдың лицензиясы бар болғаннан кейін, өзі жоғары категориялы ТО болғаннан кейін, олар тендерден ұтып алып тұр. Енді бізге бұл Атекстрой, яғни октябрь айының соңына қарай хабарласады. Бір 3000 бет оқып берсеңіз деп жеке өзіме шығады. Артынша олардың қысылып тұрғандарын айтады, өйткені соншама 15000 беттік материалды аудио дыбыстау қиын екенін айтады. Өйткені бір ай уақыттың ішінде барлығын үлгеру керек дейді. Енді әрине бізде енді осы салада жұмыс істеп жүргеніме өз басым 23 жыл болды. 23 жыл бойы біздің алдымыздан не бір мәтіндер өтті, не бір сериалдар өтті, не бір кинолар өтті. Мысалы, мемлекеттік тапсырыстардан басында тәуелсіздік күніне, кейін отан қорғаушылар күніне, біздің тарихымызда 12 парад болса, 12 парадты жүргіздік. Яғни о жерде мүдірместен оқу, сондай-ақ жақсы дауыспен мемлекеттің басшылары да, президенттік аппаратта, министрлікте барлықтары осы өзіміздің істеп жүрген еңбегімізді елеп және дауысымыздың жақсылығына қарап бізді шақырған еді. Енді сол біздің тауып отырған нәпақамыз, жеп отқан нанымыз осы дауысымыз және өзіміздің кәсібилік, өз ісімізге адалдығымыз. Осы дубляж саласында бірден бір еңбек етіп жүрген адам болатын болса, ол өзім деп айталым. Өйткені 2001 жылдан бері барлық түрік сериалдары болсын, бразилиялық болсын, өздеріңіз көрген көптеген сериалдардың дыбыстаушысым. Әріптестерім де көп. Енді Құдайға шүкір осы әріптестерімді тарттым осы жұмысқа. Осы тапсырыс берген Атекстройға келісім шартқа отырдық. Бір айдың ішінде 15000 бетті оқып беруге. Яғни әркім өзінің істей алатын жұмысын білет, сондықтан мен өзім кәсіби осы іспен айналысып жүргеннен кейін қанша бетті оқи алатынды мен мүмкіншілігін жақсы білем. Енді ол кісілердің талаптарына сай барлық аудиоматериалдарды жаздық. Бірақ ол кісілердің кеткен Атекстройдан кеткен қателік, олар мәтінді кешіктірді, яғни текстті кешіктірді, аудармасын. Мен қайта-қайта хабарласқанда олар аудармамен үлгермей жатқандарын айтты. Яғни үлгермеген кейін мен біліп отырмын, ақпарат министрлігімен бұл кісілер келісім шартқа 29 тамыз күнінде келісім шартқа отырған. Яғни қыркүйек айының 1-нен бастап жұмысқа кірісті десе де болады. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, 3,5 айдың ішінде сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьдің ортасына дейін, яғни 3,5 айдың ішінде осыншама 15000 беттен тұратын осыншама материалды аудармаға беріп, және оны аудио дыбыстап, оның дизайнын, графикасын, аверткісі дейді, осының бәрін жасау қаншалықты ақылға сыйымды? Әрине қиын жұмыс. Енді осыншама қиын жұмысты ақпарат министрлігінің бергені 3,5 ай қысқа мерзімге арандатушылық емес пе? Қалай ойлайсыздар? Біз өзіміздің қазақ тіліміздің дамуына барынша, қолымыздан келгенше еңбек етіп жүрген адамдармыз. Біз өз ісімізге адалмыз. Біз осы қазақ контенті көбейсе екен деген, қазақ тілі дамыса екен деген ниетте жүрген адамдармыз. Енді
осы тұрғыдан келген кезде бастапқыдан бастап осы жердің бір ой шұңқыры көп жұмыс болып тұр. Ал бірақ бізге берілген мәтіннің келген ол бұрыннан бері келе жатқан ол айғай-шу, мысалы Хабар, Ел арна 31, Қазақстан ұлттық арнасы болсын, КТК болсын, ОРТ Евразия болсын, Қазақ фильмде болсын, қандай жер болмасын, осы аудармалардан ылғи кикілжің шығып тұрады. Бірақ ол жерде редактор болады. Қосымша біздің өзімізде қазақ тілді болғаннан кейін біз барынша олардың барлығын түзетуге тырысамыз. Яғни ауыз екі тілінде болмаса әдеби тілде қалай болу керектігін біз жақсы білеміз. Сондықтан біз өзіміз оны түзетіп отырамыз. Ол жаңағы грамматический ошибка дейді. Мына жерде Назгүл деген қарындасымыз дұрыс айтып отыр. Бұндай материалды бір айдың ішінде аударған адамға мен зерлеп тұрып сыйынар едім деді. Иә, оңай жұмыс емес. Ал мына мен тура осы сұрақпен Атекстройға шыққанда Атекстройдағылардың айтқандары. 15 000 бетті аудару үшін олар қатты қысылғанынан әрбір командаға жүгінген, аудармашылардың командаларына. Көп деген команда. Ол жерде мен білмеймін, шамамен 50 шақты адам шығар. Мүмкін 100 адам шығар аудармаға айналысқан. Ал негізі осы дыбыстауға келген кезде біз қосымша кабиналарды ашып, әрбір дикторларға өздерінің жағдайларын жасап, микрофонын орнатып, біз барымызды салып жұмыс істеген едік. Яғни бұл жердің өзінде, дыбыстаудың өзінде, аудио дыбыстаудың өзінде 30-дан аса адам бар. Сонымен ұзын сонары 100 шақты адамның еңбек ақысы, еңбегінің барлығы ауаға ұшқалы тұр. Яғни бұның барлығына тікелей ақпарат министрлігі салғырт қарауының арқасында. Енді менің сұрарым, құрметті әлеуметтік желіде отырған, және де Қазақстандағы барлық қауымға айтарым. Бізге кішкене қолдау білдірсеңіздер екен. Біздің тіліміз дамыс екен. Біз құрғақ қасық тамақ жыртады деп, бізде өзіміздің жеп отқан нанымызды біз адал істеп отқаннан кейін біз өзіміздің ақшамызды сұрап отырмыз. Біз біреуден сұрап жатқан жоқпыз, біреуден тартып алып жатқан жоқпыз. Біз өзіміздің таза маңдайалды терімізбен тапқан ақшамызды сұрап отырмыз. Ал енді бұл жерде таза тосқауыл болып тұрған ақпарат министрлігі. Егерде бәрі дұрыс емес десеңіздер, бізге келіп, біздің жұмыстарымызбен таныссаңыздар болады. Тыңдасаңыздар болады. Менің айтарым, жалпы осы іске жоғарыдағы биліктегі президент аппараты, президенттің өзі, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, сізден де өтінім, осы жағынан аралассаңыздар екен. Және де осы жақында 2-1 сот өтті. Олардың қандай шешім шығарғанын білмейміз, өйткені алдыда әлі де соттар күтіп тұр. Ал бұл жұмыстың барысында бізде жұмыс істеп жатқан мен өзімнің көзім көріп жүрген балалардың барлығы өздеріне келген жұмыстың бәрінен бас тартқан еді. Жалпы мен өз басымды ғана айтатын болсам, мені де бір кино сериалға шақырған, бірақ мойныма осындай жүкті алып алғаннан кейін жауапкершілікпен қарау мақсатында мен тоқтамастан жұмыс жасадым. Яғни күн демей осы жерде студияда отырып микрофонның алдында жұмыс жасадық. Енді қазір біздің еңбегіміз еш болғалы тұр. Өтінем сіздерден қолдап жіберіңіздер.